Маңғыстау облысында жалған ақша купюраларын өткізу бойынша қылмыстық әрекеті тоқтатылды. Ұсталған азамат номиналы 50 ақш доллары болатын жалған ақша купюраларын сатумен айналысқан. Агенттік қызметкерлерінің бақылауымен жүргізілген сатып алу барысында жасанды ақша сату фактісі анықталып, жалпы сомасы 3850 доллар болатын жалған валюта тәркіленді. Қазіргі уақытта осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Өзге тұлғалардың заңсыз әрекетке қатыстылығын анықтау бойынша жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Тергеу жалғасуда. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етілуге жатпайды. Құрметті азаматтар, егер сіз жалған ақша тапсаңыз, оны сатуға тырыспаңыз. Қылмыстық кодекстің 231 бабына сәйкес өз қаражатын қайтарып алуға деген ұмтылыс қылмыстық жауапкершілікке алып келуі мүмкін. Дереу түрде тұрғылықты жеріңіз бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментіне немесе қаржылық мониторинг агенттігінің колл орталығына хабарласыңыз.